Бүгін 12 наурыз 2025 жыл Маңғыстау облысы әкімдігіне, Маңғыстау облысы прокурорына, Өземұнайгаз басшылығына үндеу. Біз Металлстар мекемесінің экс жұмысшылары осы жылдың, яғни 2025 жылдың 27 ақпанында бірнеше жұмысшы жұмыстан қысқартылдық. Оған себеп жұмыс көлемін беруші Өземұнайгаз осы жылы жұмыс көлемін қысқартты. Сол себептен жұмыс беруші объем жыл аяғына жетпейді деген сылтаумен жұмыстан босатқан болатын. Айта кетсек, мекемеде жұмыс жасаймын жобасы іске асырылып отыр. Яғни айтқанда жалақының 70%-ын үкімет төлеуде. Жұмыс беруші осы үкімет тарапынан берілген жеңілдікті пайдалана отырып, жұмысшыларды жұмыстан қысқартуда. Біздер сол кезден бастап прокуратура мен әкімшілікке шағым айтып, наразылығымызды білдірген болатынбыз. Біз хабарласқан барлық құзырлы орган жұмыс берушінің сөзін сөйлеп, біздің жан айқайымызды ескерусіз қалдырды. Осыдан 3 жыл бұрын жергілікті әкімшіліктің алдына жұмыссыздық мәселесі бойынша наразылықтар орын алған болатын. Осы мәселені шешу мақсатында әкімшілік азаматтарға жұмыс ұсынған болатын. Сол жұмыстардың ішінде бұрғылау, Металлстар және тағы басқа жұмыстар орын алды. Жергілікті әкімшіліктің уәде етуі бойынша осы Металлстар мекемесіне кеткен азаматтарға осы мекеме тұрақты әрі болашағы бар мекеме деген болатын. Алайда өкінішке орай бұл мекеме тұрақсыз әрі болашағы жоқ. Осыған орай берілген уәдеңізді толықтай орындап, осы қысқартылған жұмысшыларға болашағы бар әрі тұрақты мекемеге жұмысқа тұрғызуыңызды талап етеміз. Талап етеміз.